Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен қысқа дайындық айдарын жалғастырамыз. Бүгін сіздерге мен көкөністер мен жидектерді қандай жолмен қатырдым, сол туралы айтып өткім келіп отыр. Көкөністер мен жидектердің бағасы қыс мезгілінде бірнеше есе ұлғаяды. Сондықтан оларды қатыру арқылы біз ақшамызды үнемдейміз. Әрі қыс мезгілінде, жаз мезгілінде секілді дәмді көкөністер мен жидектерді табу өте қиын. Жоқ десе де болады. Мен жылда стручковая фасольді қатырып қысқа дейін сақтаймын. Оны әртүрлі лагман, рагу секілді тағамдарға пайдаланғанды жақсы көремін. Алдымен стручковая фасольді жуып аламыз, одан соң оны қағаз салфеткамен міндетті түрде сүртіп кептіріп аламыз. Екі жағындағы артығын кесіп тастап, өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөлеміз. Контейнерге немесе зип пакеттерге салып, бетін жақсылап жауып қатырамыз. Цветная капустаны артық жапырақтарын алып тазалап аламыз. 3 литр қайнаған суға 1 шай қасық лимон қышқылы, 1 шай қасық тұз қосып, оны жақсылап араластырып, оған осы цветная капустамызды салып қайнатамыз. Лимон қышқылы цветная капустаның түсін сақтап қалуға көмектеседі. Егер де цветная капустаны майда бөліктерге бөліп отырып қайнататын болсаңыз, онда ол шамамен 2 минуттың көлемін алады. Ал егер де барлығын бірақ салатын болсаңыз, ол шамамен 5 минуттың көлемін алады. Аздап суығаннан соң оны майда бөліктерге бөліп аламыз. Барлық артық суларын қағаз орамалмен сүртіп, контейнерлерге салып қатырамыз. Цветная капустаның майда бөліктері бір-біріне жабыспай жақсы қату үшін оны бөлек-бөлек қатырып алсаңыз болады. Ағаш тақтайдың үстіне салфетка төсеп, оған осы цветная капустамыздың майда бөліктерін орналастырамыз. Олар осылай бөлек-бөлек қатқаннан соң оларды контейнерлерге салып, морозильникте сақтаймыз. Мен қызанақты көп мөлшерде 3 түрлі жолмен сақтадым. Бірінші жолы әртүрлі тағамдарды пісіргенде ыңғайлы болу үшін долька етіп кесіп сақтадым. Менің морозильнім үлкен болғандықтан мен противенді пайдаландым. Қызанақтардың барлығын бір-біріне қатты жақын етпей орналастырамыз. Оларды қатырып аламыз. Қатырғаннан соң олардың барлығын қатқан күйінде бір контейнерге салып сақтаймыз. Ал егер де морозильнігіңіз кішірек болған жағдайда ағаш тақтайдың үстіне салафан орналастырып, салафанның үстіне осы қызанақтарымызды орналастырамыз. Оның үстіне тағы салафан төсеп, оның үстіне тағы да қызанақтарымызды орналастырамыз. Осылайша қызанақтарымызды бір-бірінің үстіне орналастырып қатырып аламыз. Қатқан қызанақтарды жинап, оны контейнерге салып, морозильникте сақтаймыз. Қызанақты қатырудың келесі жолы пицца жасағанда өте ыңғайлы. Қызанақты дөңгелек шеңберлерге бөліп алып, оны қатырамыз. Ағаш тақтайдың үстіне салафан төсеп, оның үстіне осы дөңгелек қызанақтарымыздың барлығын орналастырып шығамыз. Оның үстіне тағы да салафан төсейміз. Одан соң оның үстіне тағы да осы дөңгелек қызанақтарымыздың барлығын орналастырамыз. Салафан сулы қызанақтардың бір-біріне жабыс қалмауын қамтамасыз етеді. Қатқан қызанақтарды контейнерге салып сақтаймыз. Қызанақты қатырудың келесі жолын оны томатная паста ретінде әртүрлі тағамдарға, әртүрлі соустар даярлағанда қолдансаңыз болады. Қызанақты алдымен ыңғайлы етіп, майда кесінділерге бөліп аламыз. Одан соң оны блендермен немесе мясорубкамен езіп аламыз. Езілген томатты өзімізде бар силиконовая формаларға құйып, оны морозильникте қатырып аламыз. Бұндай езілген қызанақтар силиконовая формадан өте тез ажыратылады. Контейнерге немесе пакеттерге салып, морозильникте сақтаймыз. Мен қыс мезгіліне тәтті бұрышты көп мөлшерде алдымен фаршированный перчикке жасағанға сақтаймын, содан соң майда кесінділерге бөліп, әртүрлі тағамдар жасағанға қолдануға сақтаймын. Фаршированный перчикке үшін бір-біріне кезіп сақтасақ, ол морозильникте өте көп орынды алады. Егер морозильнигіңіз кішігірім болған жағдайда сақтаудың бұл жолы өте ыңғайсыз. Сондықтан тәтті бұрышты ыстық суға салып қайнатамыз. Қайнау ұзақтығы бұрыштың қабығының қалыңдығына байланысты 5-10 минут көлемін алады. Қабығы жұмсарған уақытта оны ыстық судан шығарып, суытып қоямыз. Осылай бір қайнатып алу арқылы сіз морозильнигіңізде көп орынды үнемдейсіз. Сақтаудың бұл жолы бұрыштың дәміне немесе тамақтың сапасына еш әсер етпейді. Суын әбден сорғытып алған соң оны контейнерге немесе зип пакеттерге салып сақтаймыз. Келесі кезекте тәтті бұрышты сақтаудың жолы ол өзімізге ыңғайлы бөліктерге бөліп аламыз. Мен 4 бұрышты кесінділерге бөліп алдым. Контейнерге немесе зип пакеттерге салып қатырамыз. Біз базардан қауынды өте көп мөлшерде алып қойғандықтан мен онда морозильникке салып сақтап қойдым. Қауынды әртүрлі балмұздақ пен десерттер жасағанда, смузи жасағанда пайдаланса болады. Өзімізге ыңғайлы кесінділерге бөліп алып, оны блендермен езіп аламыз. Морозильникте сақталған қауынның дәмі еш өзгермейді. Контейнерге немесе зип пакеттерге салып, оны морозильникте сақтаймыз. Мен жүгеріні өзіме ыңғайлы кесінділерге бөліп алып, оны морозильникте сақтаймын.
Қатырылған жүгеріні өзін суға пісіріп жесеңіз де, духовкаға салып пісірсеңіз де, немесе әртүрлі сорпаларға қоссаңыз өте дәмді шығады. Мен укропты да қысқа сақтаймын. Оны жуып тазалап алып, әбден сорғытып кептіріп аламыз. Одан соң оны майда кесінділерге бөлеміз. Контейнерге немесе зип пакеттерге салып сақтаймыз. Кейде менде көп жуа көп мөлшерде қалған болса, оны да майдалап ұсақтап турап, оны укроппен бірге араластырып сақтаймын. Малинаны контейнерге міндетті түрде жумай саламыз, сонда ол бір-біріне жабыспай қатады. Ал құлпынайды міндетті түрде жуып тазалап аламыз, содан соң қағаз орамалмен сүртеміз. Тақтайдың үстіне салафан төсейміз, оның үстіне құлпынайды бір-біріне тимейтіндей етіп орналастырамыз. Құлпынай қатқаннан соң оны контейнерге саламыз, оның бетін жақсылап жауып, морозильникте сақтаймыз. Қатырылған жидектер негізінен тортты әсемдеуге келмейді, себебі ол торттың бетіне су шығып кетеді. Оларды көбінесе торттың ішкі қабатына әртүрлі конфитюр жасағанда қолданса болады. Қарақатты жуып, оны қағаз орамалмен сүртіп алдым. Контейнерге немесе зип пакеттерге салып сақтаса болады. Айтпақшы, мен шиенде дәл осы жолмен қатырдым. Оны жуып тазалап алғаннан соң, оны қағаз орамалмен сүртіп, оны пакеттерге салып сақтадым. Шиені қыста компоттар даярлағанда немесе әртүрлі десерттерге пайдаланса өте керемет. Осымен сіздермен көкөністер мен жидектерді қысқа сақтау әдісімен бөлістім. Видео ұнаған болса, міндетті түрде видеоны бағалап, құрбыңызбен бөлісіңіз. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан қысқа дайындық айдарынан әртүрлі салаттардың жасалу жолын таба аласыздар. Жаңа видео рецепті жіберіп алмас үшін міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауды басып қойыңыз. Менімен бірге болғаныңызға рахмет.